Рахматулла дейсіз. Мен не үшін естіп отырсыз? Мен құқым жоқ па? Енді сізге Аха. іздеу салып жатқан сіз адамсыз ғой? Жақсы. Келсін. Шекербекұлы. Рахматулла. Мені бүкіл КНБ іздеп жүр екен Алматының. Иә, сіз өткені. Сондай атыңыз шыққан адам ғой. Қолың шошайтпа, жарай ма? Өз басыңа артық сақына тілеп. Жанбол Рахматулла жөн. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Рахматулла. Мінеке 50 минут өтті хабарласқаннан. Болды. Қайырлы күн. Уалейкум ассалам. Таныстырып өтсеңіз. Участок полиция инспектор есімі Руслан бар. Алло. Заменяющий. Ассалаумағалейкум. Жоқ, қолмен емес, былай амандасыңыз. Қашанға дейін? 22 ма? Жақсы, біз мұнда әкімшілік құқық бұзушылық байқадық, фиксировать еттік. Сон өзіңіз көз жеткізіп, шара қолдансаңыз. Мына Азия кафесіне жапсарлас қосымша құрылыс нысаны ішін көріп. Мына құрылысшылар емес, жалпы ішінде не байқайсыз? Вот түсінікті. Не ол? Білмеймін, ағаш сектор ғой. Кіріп көрсеңізші, анықтай алатын шығарсыз. Мына жерде кіруге, бөтендерге кіруге болмайды. Жақсы. Бізде ремонт жұмыстар жүріп жатыр ғой. Сіз патруль шақырасаңыз, мына жаққа біз 50 минут болды, мынаның бәрін фиксировать етіп жатырмыз да. Өзіңіз тіркейсіз ба бәрін? Иә, жүзек участковый ма? Тіркетіп ағара қазір мен құжаттар жинаймыз. Болды, жақсы. Түсінбеген кісілерге айтайық, Кентау қаласы Панфилов көшесіндегі 52-ші үй. Азия кафесіне жапсарлас құрылыс нысаны. Өткенде көрген боларсыздар, мұржалар түсірген болатынбыз, бірақ бұл мұржалардың кафенің иесі мұржаны 31 желтоқсанға дейін 2020-ның 31 желтоқсанға дейін дұрыстайым деп сөз берген болатын әкімдіктің алдында, бірақ ол сөзі өздеріңіз көріп тұрсыздар. Стекловата терезе арқылы кіріп, тұрғындардың өкпесін, денсаулығына зиян келтіріп жатыр. Оған қоса жаңағы қосымша құрылыс нысанында сатылымға тыйым салынған нәрсе тұр, бұл сексеуіл. Не претензия бар, түсінбедім мен. Қуапташыңызшы. Дұрыс ғой. Жүзекке хабарласа жиын болып жатыр деп тұр бізге. Жиын болып жатыр деген жоқ. 196 бапты ашыңызшы, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде. Бар ма байланысыңыз? Саламатсыз. Аудио және бейне жазылым жүруде, ескертіп қойын. Есімім Руслан болады. Сіз жаңа кодексті ашпайсыз ба? Қайда кеттіңіз? Жоқ, мына жақта ғой, келсеңізші осы жерде анықтайық та. Жоқ, сіз біздің көзімізше сөйлесіңіз, қазір кім біледі не? Түсінесіз ба? Арызданушы мұнда. Сіз о жақта сыбайлас па, жемқорлық болайын деп жатыр ма, біз білмейміз. Өз жерде анықтаймыз, өз жерде сөйлесеміз, куәгерлердің камераның көзінше. Жеке көзбе-көз сөйлеспеңіз. Аты жөніңіз кім дедіңіз? Кемел Руслан Маратұлы. Руслан Маратұлы дейсіз. Мен не үшін естіп отырсыз? Мен құқым жоқ па? Жоқ, құқың жоқ деп отқан жоқпын. Болады, арыз жақсы. Біз қазір әкімшілік құқық бұзушылық кодексін ашуды сұрап тұрмын, иә. Қазір группа келеді сол бойынша. Мен жаңа сұрадым ғой, сіз келгенде өзіңіз тіркейсіз ба дедім. Иә дедіңіз. Группа келеді қазір. Группа келіп, заң шешімін қабыл етті. Жақсы. Камерасы сөйлеспеңіздер. Сіздерде жетонда жоқ екен, кім біледі ана жақта ақша ұсынып жатыр ма сіздер? Жоқ. Мен айтып тұрмын ғой, содан сақ болу керек та. Мынаның ішінде заң бұзушылық байқадыңыз ғой, иә? Байқадым. Мына адамның аты жөні керек маған. Жанбол Рахматулла. Мен жазылайыншы мына кісінің аты жөнін. Жазғаныңыз Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Сізді бүкіл Алматы таниды ғой сөйтсе. Мені ма? Жүрген адам сіз екен ғой. Қазақстан таниды, құдайға шүкір. Енді сізге Аха. іздеу салып жатқан сіз адамсыз ғой? Жақсы. Келсін. Шекербекұлы Рахматулла. Мені бүкіл КНБ іздеп жүр екен Алматының. Иә, сіз өткені. Сондай атыңыз шыққан адам ғой. Дәл қазір келсе өз жерден табады. Шекербекұлы фамилия ше? Рахматулла деп қаншаншы рет қайталап тұрмын. Фамилияңыз ба?
Tegi ғой, tegi. Рахмат. Шула. Так, дальше. Одан кейін егер кімге звонып сұралайын, тоқтаңыз бір минут. Негіз заңсыз екен білесіз ғой, сексеуіл? Қолың шошайтпа, жарай ма? Өз басыңа артық сақына тілеп. Жанбол рахматулла жөн. Енді панитойлар шақырасың ба? Куәгерлерді? Әлде? Инспектор осында шығасыз қой қайттан, ә? Ар жақтан кетіп қалмайсыз қой? Кеткенде болды, мына кісіге телефонда болыңыздар. Жоқ, сіз қазір шықпайсыз ба? Мына кісіден түсініктеме алып, мына шығып аға жұмыс істеймін, жұмыс Жоқ, шығасыз қой мұнда. Шығамын ғой. Болды. Қайырлы күн, майор. Видео және аудиофиксация жүруде. Жанбол рахматулла. Ескертіп қойым ғой бас. Не ғой? Есіміңіз кім сіздің? Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Сіз өзіңіз таныстырыңыз, майор? Болады, фамилия Масанов. Жоқ, куәлігіңіз көрсетіңіз қызметтік. Сізге айттым кім екенімді. Қызметтік куәлігіңіз көрсетіңіз, майор. Сізге кім екенімді айттым ғой, болды ғой. Тоқтаңыз. Тоқтамаймын мен сізге, мен короче келіп сұрап жатырмын сізден. Не Жақсы. ғой? Кім? Өзіңіз толық таныстырудан қарсысыз ғой. Қандай бөлімнен келгеніңізді айтуға. И так айттым ғой. Қарсы болып тұрсыз қой. Ашшы. Так, майор, кафенің ішіне кіріп бара жатыр, білмеймін, кафенің ішінде жалып болған жоқ. Сыртта шағым сыртта. Ішке майор кіріп, кафенің иесімен майорымыз жергілікті адам, кафенің иесі жергілікті адам, екеу келісуде деп ойлаймын, бірақ нақты тұжырымға келе алмаймын. Қазір көрейік. Заңбұзушылық сыртта, білмеймін не үшін ішке кіріп кеткен, қазір көрейік. Инспектор, түсірдіңіз ба? Қашан санаймыз? Қашан санайсыздар? Санамайсыз ба? Жоқ, қазір 20 дана дейді. 20 дана қап. Кірмесін бияқа, сен праваң жоқ бияқа кіруге. Бара демал ба. Сыртынан Араға шықтық. Араға шықтық тұрайық шамалы. Шырып алдық жұмыс. Түсініктемені жазып беріңіз енді. тағы арыз маскасын кимеген үшін. Маскасын кимеген үшін. Толтырыңыз, я. Көріп жатсыз ғой, бағанадан бері 1 сағаттан астам жүрген. Есіміңіз кім еді? Түсініктемені жазып беріңіз. Жүр жазып беріңіз. Инспектор, мен сіз осында күтем, ар жақтан шығып кетпеңіз, ә? Қазір тұра тұрыңыз. Так, мен қолым мәне, бір қолым камерада. Екеуі бұлай-бұлай. Мені бір қатардың өзіне 1, 2, 3, 4, 5, 12. Әр қатарда 12-ден болса, мұнда кемінде 50 қап бар. Жаңа Болат Асанов деген майор келді, өзін толықтай таныстырған жоқ, қандай қызмет атқаратын, қай бөлімшеден, жедел қызмет бөлімінен ба, әлде тергеу бөлімінен ба, қызмет куәлігін көрсеткен жоқ, оны көре жатарсыздар видеода. Жаңағы учаскелік инспектор иесінің, кафенің иесінің айтуынша ғана 20 деді, сол 20-ны ғана жазып жатыр, мөлшерін төмендетіп, бапты жеңілдету мақсатында. Ал ішіне кіріп өз нақты санағысы келмей тұр. Қазір күтеміз, тағы да тоқтата тұрамыз. Сағат 17:31, ең бірінші қоңырау 15:20 шамасында болған. Полицияға қазір қайтадан хабарласақ, жіберген учаскелік инспекторлері қызметін дұрыс атқармай жатыр. Бізге басқа бір топ керек. Соған Нұреке хабарласыңыз. 102-ге хабарласудамыз. Учаскелік инспектор кетіп қалды ма, кетіп қалмады ма, арғы есіктен шығып кетті ма, білейік деп. Біз мына жерде босқа күттіріп тұрма деп. Айта беріңіз, ә? Енді өзі қаяқта ол? Кетіп қалған ба енді? Жоқ, дұрыс қой енді соны. Кім? Жоқ, кезекші, сіз мені тыңдаңызшы. Біз мысалы мына жерде сыртта күтіп тұрмыз да, ол ішке кіріп кеткен кафенің ішіне. Түсініп тұрсыз ба? Сол біз шыққанын көрген жоқпыз ғой, сосын өзінен ауыздан естейін деп еді біз. Уже сізге барып қойды ма? Жарай, болып қойды. Қанша арыз апарт? Қанша арыз апарт дейміз ба? Құрсыншы мен. Так,
өздеріңіз естідіңіз, учаскелік инспектор мына есіктен кіріп, қайттан бұл есіктен шыққан жоқ. Кафенің арғы бетінен жылтырып қашып кеткен адамдай болып тұр. Қазір полиция пунктіне, департаментке кетіп қапты. Арызыңыз жеткізсек, білмедім. 3 сағат 20 минут дәл осы жерде тұрдық. Полицияның келгенін 1 сағат күттік. Енді арыз жазылды, содан кейін 2 сағат 20 минут бойы оның көрген жоқпыз десек болады. Ішке кірді, білмеймін не толтырғанын, не жасағанын. Мына қосымша құрылыс нысанында Азия кафесіне қарасты қанша ішінде қап тұрғанын, қанша сексеуіл тұрғанын, қайдан келгенін ештеңе айтқан жоқ, ешқандай хаттама толтырған жоқ біздің көзімізше. Кемел Руслан Маратұлы, менің ойымша, сосын Асанов Болатов Асан ба, майор келді. Екеуі де кірген жерлерінен қайтып шыққан жоқ. Көрегенді қандай шара қолданатын, кімге қатысты хабарда боламыз. Құрметпен Жанбол Шекербекұлы, рахматулла.